оқушылар, біздің екінші бөліміміз сұрақ жауап. Конституция сөзінің аудармасы қандай? Құрылым, өкілі. Жақсы. Қазақстан Республикасының биліктен бір бастауы халық. Жақсы. Республика заңы қай кезде күшіне енеді? Президент қол қойған кезде. Егемендік алғаннан кейін Қазақстан Республикасында Конституция қанша рет қабылданды? 2 рет. Қай жылдары? 1993, 1993-те қай айда? 28 қаңтарда, ал 1995 жылы 30 тамызда. Республикадағы жоғарғы заң шығарушы органды атайды. Қандай орган? Парламент. Жақсы. Қасым ханның қасқа жолы қанша тараудан тұрады? 5 тараудан тұрады. Оқушылар, үшінші бөлім ой жалғау. Сіздерге мен қазір мақал қоямын, соны сіздер жалғастырасыздар. Заңның құрығы бәрінен ұзын. Жақсы, жарайсыздар. Өш алғаннан гөрі кешірген жөн. Жарайсыздар. Ақырын жүріп анықпас. Асыл тастан өнер жасар. Жақсы. Тура биден туған жоқ. Ұрлық түбі жақсы. Жазасын таппайтын жамандық жоқ. Әдепті бала арлы бала. Тәрбие отбасынан басталады.